Бәріне ассалаумағалейкум. Бүгін біздің каналда кезекті қызық тақырып. Яғни бүгін біз ақшамызды үйге салған дұрыс па, немесе акцияларға салған дұрыс па, осыны талдайтын боламыз. Яғни бұл жақта мен нақты міне осыған сал, осыны жаса деп айтпаймын, бірақ та екеуінің плюсы мен минусын сіздерге түсіндіретін боламын. И одан кейін нақты сіздерге соңында қорытынды беремін. Өзім осы белгілі бір зерттеу жүргіздім, қалай дұрыс екен, қалай жақсы болады екен деп. И сол себепті бастайық. Ал кеттік. Мысалы, бірінші недвижканың плюстары жайлы айта кетсек, недвижка деген Қазақстанда мысалы өте жақсы инвестицияның бірі, көптеген ақшасы бар. Ақшасын көбейткісі келетін адамдардың барлығы не жасайды? Инвестицияны жасайды, көбінесе үйді котлован кезінде сатып алады, одан кейін дайын болған кезінде сатады. Одан кейін немесе дайын үйді сатып алады черновой, одан кейін ремонт жасап, оны сатады. Яғни бұның барлығы өте прибыльный бизнес. Неге екенін Қазақстанда жас мемлекет, постоянно жас отбасылар көп, постоянно адамдар үй сатып алады, үй сатып алғаннан кейін көбісі ипотекаға мысалы сатып алады. Яғни белгілі бір жақпен айтқанда адамдарда спрос өте көп, особенно Алматы, Астана, Шымкент сияқты үлкен қалаларда постоянно адамдар көшіп келеді, постоянно сатып алғысы келеді, ауылдардан көшіп қалаға көшіп келеді. Яғни бәр адамға үй керек, әрдайым спроста бар. Сол себепті де үйлер жақсы белгілі бір пайдамен сатып алынады. Недвижканың плюсы неде? Что сіз белгілі бір ақшаңыз, яғни жақсы ақшаңыз пайда болса, мысалы 30-40 миллион теңге ақшаңыз болатын болса, сіз бүкіл ақшаңызды аласыз да, ешқандай уайымсыз жоғалып кетпейтіндей, яғни точно жоғалмайтындай, точно минусқа кетпейтіндей сіз белгілі бір деңгейге салып қоясыз. Бірақ та ол жақта да риск бар. Егер де сіз дұрыс емес компанияны таңдасаңыз, скорее всего ақшаңызды толық жоғалтасыз. Егер де жақсы мысалы BI, базис бар, мысалы свой дом бар, сол сияқты жақсы компанияларды таңдасаңыз, ол кезде скорее всего ақшаңыз да скорее всего жоғалмайды. Бірақ та әрдайым риск бар. Себебі біз мысалы Рамс компаниясын тоже білеміз, мысалы белгілі бір тоже проблема болып қалды, бірақ та көптеген адамдар тоже үйлерін ұзақ уақыт ала алмады. Мысалы Есентайда мысалы тоже проблема бар, мысалы вроде жақсы компания, вроде мықты, бірақ та тоже үйлерін әлі ала алмай жүр. Сол себепті осындай проблема болмас үшін әрдайым үй салатын кезде, то есть бір жағынан надежно болғанымен, екінші жағынан жақсы компания таңдасаңыз, скорее всего сізде де проблема болмайды. Яғни үйдің үлкен плюсы неде? Сіз бүкіл ақшаны салдыңыз, яғни 30-40 миллион теңге, одан кейін ешқандай уайымдамай просто күтесіз. И точно сіз оны мысалы хотя бы 20%, 10% наценкамен сатып аласыз, и ақшаны жоғалмай белгілі бір инфляциядан ұтып, яғни белгілі бір үлкен ақшаны парковать етіп сақтап қою үшін өте керемет инструмент болып табылады. Бұл бізде үйлердің үлкен плюсы, что ол үлкен суммадағы ақшаларды парковать етіп, оны жоғалтпай белгілі бір деңгейде ұстап тұруға, инфляцияны ұтуға көмектеседі. Ал кеттік, акциялардың қандай плюсы бар? Акциялардың негізгі плюсы, что бұл жақта сізге барлығы онлайн. Мысалы, енді өзім үй сатып алып көргеннен кейін, үйді сатып көргеннен кейін мен нақты түсінгенім акцияларда намного жеңіл. Мысалы, біз дәл жаңағыдай 30-40 миллионның үйін алатын болсақ, енді андай бір риск болуы мүмкін, что именно сол район жақсы өспей қалуы мүмкін, немесе именно сол район там ұзақ уақыт тұрып қалуы мүмкін, именно сол районда мысалы белгілі бір проблема болып қалуы мүмкін, и сіздің 30-40 миллион теңге ақшаңыз белгілі бір уақытта заморозить етіп қалуы мүмкін. Ал акциялардың негізгі плюсы неде? Что сіз жаңағыдай мысалы 30 миллион болатын болса, сіз ол жаққа 30 компания, 10 компания, 20 компания бөліп, әртүрлі жаққа салып тастайсыз, и ең жақсы жері, что сіз кез келген уақытта оны сатып аласыз. То есть ол деген ликвидный. То есть сізге белгілі бір деңгейде клиент іздеп, оны белгілі бір комнатасын ғана сату деген сияқты нәрсе жоқ. Сіз деген нақты уже кез келген уақытта қалаған кезінде сатып аласыз, и пайдасы жағынан да сіз белгілі бір жақсы, яғни чуть-чуть мысалы 5% болсын, 3% болсын, кішкене болсын көбірек пайда таба аласыз, егер де жақсы адамдармен жұмыс жасасаңыз. И сол себепті айтқым келетін акциялардың негізгі плюсы, что именно осы нәрседе, что сіз әртүрлі компания сала аласыз, и сізге мысалы даже 30 миллионыңыз болмаса, 10 миллион теңгеңіз болса да, сіз уже мысалы 10 миллион теңге первоначалка құйып, одан кейін оның бағасын кішкене қымбат қылып алмайсыз, сіз уже 10 миллион теңгеге наоборот акция салып қойасыз. Акция салып қойғаннан кейін белгілі 20-25 миллионға жиналғаннан кейін наличкаға ешқандай бөліп төлеусіз сатып алсаңыз, сізге үйдің бағасы намного ниже шығады. И сол себепті акцияның негізгі плюсы, что сіз кез келген уақытта сатып аласыз, кез келген уақытта сата аласыз, кез келген уақытта шыға аласыз, и табыс жағынан кішкене көбірек болады. Соответственно, оның келесі бір акциялардың минус пайда болады, ол деген үлкен риск. Неге? Өйткені акциялар мысалы бір жылдың ішінде 50, 60, 70, 80, 90, 100%-ға дейін құлап кетуі мүмкін, егер де сіз дұрыс емес компанияны таңдасаңыз. Мысалы үйде ондай проблема болмайды. Мысалы сіз үй алып қойдыңыз, сіз оны өсіп жатыр ма, құлап жатыр ма білмейсіз, дайын кезінде барасыз да, все осы баға сатамын десе сата саласыз. Ал акциялардың үлкен минусы неде? Сіз ақшаны салып қойдыңыз ба, сіз әрдайым оның қандай деңгейде тұрғанын күнделікті көре аласыз. Мысалы бүгін 20%-ға құлап кетуі мүмкін, ертең 30% өсіп кетуі мүмкін, и сізде әртүрлі психологический бір сөз айтқанда андай качели болады. Бұл бізде акциялардың өте үлкен минусы, что сіз ақшаңызды бір жыл кәдімгідей минуста ұстап заморозить етіп тастауыңыз мүмкін, яғни күнделіксіз ана эмоциональный качелияны көруіңіз мүмкін, бірақ та бір жағынан сіз дәл солай пайдаңызды табуыңыз мүмкін. Ал үйдің минусы неде? Что сіз ұзақ уақыт, яғни ол үйді сата алмауыңыз мүмкін, себебі сіз сияқты олай ойлайтын басқа адамдар да көп, и сіз сияқты сатқысы келетіндер де көп, и басқа адамдарда мысалы наличка болмай қалады, кейде ипотека шықпай қалады, кейде сіз клиент іздейсіз, кейде объявление жасайсыз, кейде риэлтор табасыз, яғни оның барлығы кәдімгідей үлкен жұмыс, и сол себепті
акциялар мен үйлердің де өзінің әрдайым өзінің плюстары да минустары да бар. Әр адамның негізгі менің ойымша осы жақта шешім қабылдаған кезде ол оның капиталына байланысты деп ойлаймын. Енді бұл жақтағы мен негізгі ойым, егер де сізде 100 000 доллар ақша әлі жоқ болса, сізге скорее всего акция дұрыс болады. Неге? Өйткені сіз мысалы 25 миллионның, 30 миллионның, 40 миллионның үйін мысалы бірден сатып ала алмайсыз, өйткені сізде ондай ақша жоқ. Сіз не істейсіз? Оны рассрочка сатып аласыз, рассрочка сатып алғаннан кейін ол сумма сізге невыгодно болады, өйткені сіз нарықтан қымбатырақ сатып аласыз, и сатқан кезде сіз қымбатырақ сатқыңыз келеді. Бірақ та наличкаға сатып алғандар болады, олар сізден төмен баға береді, себебі олар мысалы сізден арзан алған. И соответственно олар үйін бірінші сатып кетеді, тез ақшасын шығарып алады, ақшасын дальше айналдыра береді. А сіз ақшаны ұзақ уақыт сақтап қаласыз, себебі сіз рассрочка алған болып табыласыз. Сол себептен айтқым келетіні, алғашқы 100 000 доллар жинағанға дейін негізгі менің ойымша акция дұрыс болады. Неге? Өйткені сіз әртүрлі мықты компанияны сатып аласыз, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл күтуіңіз мүмкін, яғни белгілі бір пайдамен сатасыз, и белгілі бір капитал жиналып алғанға үшін, яғни гибкость үшін, яғни әртүрлі диверсификация жасап тастау үшін өте жақсы нәрсе, инструмент, ол бізде акция болып табылады. Ал уже сіздің капиталыңыз 100 000 доллардан асып, 150 000, 200 000 долларға жеткен кезде уже кішкене, яғни сізде рискованность басталады. Неге? Өйткені 100 миллион теңге деген ол деген уже сезілетін ақша. Ақшаның бәрін алып акцияларға салып тастай алмайсыз, себебі ол жақта үлкен риск болады. Мысалы, бір акция 20 миллионмен кіресіз, ол там 30%, 40% құлап кетсе, сізге ол кәдімгідей сезіледі. То есть минус 6 миллион, минус 4 миллион, то есть в моменте солай сіз эмоциональный кәдімгідей качеля кіріп кетесіз. Осы кезде адам рискіне байланысты, менің ойымша уже ондай сумма жиналатын болса, жартысын уже акцияда ұстап, жартысын уже үйге ұстаған дұрыс болады. Сол кезде сізде не болады? Сізде біріншіден акцияда да табысыңыз өседі, бір жағынан сізде надежный капиталын ұстап тұратын жақсы бір недвижкада болады. Сол себепті мен айтқым келетіні, егер де сізде 100 000 доллар жоқ па, менің негізгі кеңесім скорее всего акцияны дұрыс таңдап, дұрыс салып, яғни осы 100 000 долларға примерно 1-2-3 жылда жетіп алу керек. Ал одан кейін уже ақырында ақшаңыз жинала ма, жиналған ақшадан уже недвижкаға салып, әртүрлі жағдайға көбейтіп бастасаңыз, ол кезде уже сіздің жағдайыңыз кішкене жеңілдейді, тезірек дамисыз деп ойлаймын. Мен әрдайым айтқым келетін нәрсе, то есть алдағы уақытта не болатынын ешкім білмейді, тек қана Құдай біледі. Сол себепті ең дұрыс негізгі стратегия ол бізде диверсификация. То есть әрдайым, мысалы, акция ма, үй ма деп ойламау, әрдайым екеуін де таңдау. То есть давай үйді де сатып алайын, акцияны да сатып алайын. Яғни осы кезде сіздің ойыңызда әрдайым дұрыс болады. Егер де капиталыңыз тіпті аз болатын болса, негізі бір нәрсені толықтай зерттеп, соған фокус қойған дұрыс болады. И сол кезде сіздің өміріңізде мына капиталыңыз тиімді, жүйелі, дұрыс жолмен көбейетін болады. Егер де сізде дәл осылай, егер белгілі бір сумма капиталыңыз болатын болса, мысалы 5-10 миллион теңгеңіз болса, әлі де үй алу ақшаңыз болмаса, скорее всего сізге осылай акцияларға инвестиция жасап бастау керек. Себебі бұл жақта цена хода кішкентай, мысалы 100 000 теңгемен де, миллион теңгемен де бастай аласыз. Егер де оны қалай дұрыс бастау үшін сізге обязательно қасыңызда адамдар болу керек. Өйткені сіз егер де білмесеңіз, оны түсінбесеңіз, скорее всего ақшаңызды жоғалтып аласыз, минусқа кеткен кезде сатып жібере саласыз, немесе кішкене плюсқа шықса сатып жібере саласыз, и өзіңіздің прибыліңізді таба алмайсыз. Сол себепті нақты прибыльмен жылына хотя бы 20-30% пайда табамын десеңіз, онда сізге нақты көмекшілер керек. Ол үшін мен қалай жасаймын? Мен өзім аналитикадан бар, аналитикалар арқылы біз белгілі бір жақсы потенциалы бар акциялар таңдаймыз, и осы акцияларға бірге бәріміз инвестиция жасаймыз. Егер сізде дәл осындай нәрсеге қосылғыңыз келетін болса, мен бірге инвестиция жасағыңыз келетін болса, мен төменде номер қалдырып кетемін, сол номерға жазсаңыз болады. Ол жақта бізде сопровождение атты продукт бар. Осы продукт арқылы мен адамдарға бірге капиталды қалай жолмен көбейтуді үйретемін. Яғни ол бойынша отдельный видео да бар. Сол себепті менің ойымша сізге бұл үлкен пайдасын тигізеді. Егер де қызық болса, обязательно төмендегі номерға жаза кетіңіз. Ал егер де осы видео пайдалы болса, обязательно комментарийға да жаза кетіңіз. Қандай тағы да выпустар қызық, сол бойынша давайте толықтай алдағы уақытта талдайық. Алдағы уақытта кездескенше қош сау болыңыздар.